Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, мен бүгін сіздерге осындай плиточный шоколадтың сыртына арналған обертка жасап үйрететін боламын. Ол үшін бізге бірінші шаблон таңдау қажет болады, ал бұндай шаблондарды біз Telegram каналдан ала аламыз. Мысалға, арнайы мынандай шаблондардың жиынтығы бар канал бар. Осындай каналға қосылу үшін шаблондарды алып, оны қалай безендіремін деген сұрақ пайда болса, маған WhatsApp-қа жазсаңыз болады. Мен сіздерге бәрін түсіндіріп өтемін. Міне, арнайы каналға кірдік. Міне, көріп отырғаныңыздай түрлі тематикада, дизайндағы дайын жұмыстар бар, ал бізге қажетті шаблондардың бұл жерде мыңдаған түрлері бар. Біз өзімізге ұнаған немесе клиент таңдаған шаблонды таңдап аламыз да. Бұл шаблонды әрі қарай галереяға сохранить ету қажет болады. Ол үшін үстіңгі 3 нүктені басамыз, оң жақтағы сохранить в галерею дейміз. Яғни бұл дайын шаблонымыз галереяда тұр. Оны тексеріп шықсақ, міне көріп тұрғаныңыздай бұл галереяда. Енді әрі қарай бұл шаблонмен жұмыс жасау үшін отправить-ті басып, біз өзімізге ыңғайлы приложенияға жібереміз. Менің жағдайымда бұл PicsArt приложениесі. Бұл приложениені сіз Play Market'тен тегін жүктей аласыз да, оның мүмкіндіктерін қолдана аласыз. Міне, астыда көріп отырғаныңыздай көптеген функциялары бар. Анимация, стикерлер, смайликтер және де тағы басқа дүниелерді қоса аласыз. Бүгін біз жай ғана текстпен толықтырамыз шаблонымызды. Текстті басамыз да, мысалғы Диана сырға салу деп жазамыз. Галочканы басамыз, жазған сөзіміз шықты. Енді әрі қарай осы сөзбен жұмыс жасаймыз. Мысалға, түсін өзгертетін болсақ, сіз қалауыңызша бір түс таңдасаңыз болады. Не болмаса, екі түстің қосындысын таңдауға болады. Ол үшін, яғни переход, бірінші түсті мысалға сары түс қылып алсақ, екіншіні қызыл түс қылып алайық. Яғни бұл жерде көріп отырғаныңыздай бір түстен екінші түске қарай ауысым переход болды. Енді келесі астыда тағы да сол жазылған сөзге неше түрлі мүмкіндіктер жасауға болады. Мен обводка жасаймын, яғни жаңағы сөздің айналасын қандай түспен бояйтынымды таңдаймын. Мысалы, мен көк түсті таңдадым. Міне, осындай жазу шықты. Әрі қарай біз шрифт таңдаймыз. Бұл жерде көптеген шрифт түрлері бар. Ерінбей қарап шықсаңыз да болады. Әрі қарай мен Гео шрифтін таңдадым. Сөзімді керекті жеріне әдемілеп орналастырдым. Шаблонымыз жартылай толығымен дайын деуге болады. Енді келесі айтып кететін нәрсе, егер сіз бұл сөзді келесі бетке де жазғыңыз келсе, қайтып бәрін жазып отырмайсыз, копировать етесіз. Ол үшін үстіңгі 2 ромбикті басасыз, копия. Бұл сөз қайтып шығады. Керекті жерге орналастырасыз, болды. Жақсы. Біздің шаблон дайын. Бұл шаблонды біз енді галереяға сақтауымыз керек болады. Ол үшін үстіңгі галочканы басамыз. Міне, үшінші тұрған сохранить. Яғни дайын шаблонымыз қазір галереяда тұр. Әрі қарай сіздің іс-әрекетіңіз бұны принтерден глянцевый фотобумагаға шығарып аласыз да, айналасындағы сызықтар бойынша оны бүктеп, жаңағы шоколадыңызды қаптайсыз. Және де тағы да айтып кететін жағдай, егер сізге ерекше әдемі шаблондар түрлері қажет болса, маған WhatsApp номеріңізге жазыңыз.